16 хадис. Күйеуінің ризалығына бөленген әйел. Умму Саламаның, Алла оған разы болсын, риуаят еткен хадисінде Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, былай дейді: қандай да бір әйел күйеуінің разылығына бөленіп дүние салар болса, жұмаққа кіреді. Хадиске түсініктеме: әйел болсын, еркек болсын, әрбір мұсылманның ең үлкен мақсаты Аллахтың разылығына бөленіп жұмаққа кіру болып табылады. Бізге жүктелген барлық құлшылықты орындау бізді жұмаққа жетелейді. Ал өткінші дүниедегі басымызға түскен қайғы мен қиыншылықтар Аллахтың құзырына тән күнәсіз ретінде баруымызға себепші болады. Мұсылман әйелдің жұмаққа кіруіне себепші болатын бірден бір жолы Аллахтың әмірін орындап күйеуінің ризалығына бөлену. Әйел заты үшін Аллахтың әмірін орындағаннан кейін күйеуінің ризалығын табу басты мақсат болу қажет. Яғни әйел заты үшін Аллахтың ризалығы секілді күйеуінің разылығы да өте маңызды. Әбу Умамадан риуаят етілген хадисінде былай делінген: бір әйел екі баласын ертіп Хазіреті пайғамбарымыздың алдына барады. Ол бір баласын құшағына алып, екіншісін жетектеп келеді. Мұны көрген Хазіреті пайғамбар, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын, былай дейді: әйелдер балаларын қарнында көтеріп жүреді, босанады да оған мейірімін түсіреді. Егер олар күйеуіне бәлекет болып жабыспаса, олардың намаз оқығандары жұмаққа кіреді. Күйеуінің ризалығына бөленіп дүние салған әйел жұмаққа кіреді деген сөзден мынаны түсінуімізге болады: оларды жұмаққа алғашқы болып кіретіндердің қатарына қоса аламыз. Өйткені күнәһар мүміндер тозаққа кірсе де, нәтижеде олар жаратушының кешірімімен жәннатқа кіреді. Ал күйеуінің ризалығына бөленген әйел азаптанбай-ақ жұмаққа қауышады.